Бүгін бізде өте ерекше челлендж. Біз жапондық фриді үй жағдайында жасап көрсетеміз. Бәлкім сіздерге де керек болар. Сондықтан видеоға лайк басып, комментарий жазып, арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Себебі біз оралдық, қайтадан барлығы бастаймыз. Ең алдымен картошкамызды осылай ортасынан бөліп, тура осылай суға қайнатып, пюре қылып жасаймыз. Шынымды айтсам, алғашқы рет жасап жатырмын. Сіздермен біздерге эксперимент болады. Кем-кетіктер болса, комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Осындай кішігірім ыдысымызға картошкамызды салып, обязательно су құйып, и оған тұзын салып, жақсылап қайнағанша күтетін боламыз. Бізде картошкамыз дайын болды. Осыған қазір сары май қосып, ары қарай жақсылап езіп, пюре қылып шығарамыз. Ары қарай процесті көретін боласыздар. Пюреміз дайын болды. Енді осы салфанның үстіне салып, жайып, жапондық картофель фридің видін келтіретін боламыз. Значит, ұзын болу керек, қысқа емес. Сондықтан астына комментарийға тез-тез өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар, қалай шығып жатыр, және де каналға тіркеліп, жарайсың деген белгі қойыңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Формасы дайын болды, бірақ жұмсақ болып тұр. Сол себептен кішкене морозильникке салып қоямыз. Біз бұны точно білмейміз, өйткені бірінші мәрте жасап жатырмыз. Біле білсеңіздер, бұл челлендж. Біз дәл қазір челленджді орындап жатырмыз. Сондықтан арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де пайдасы болады. Егер де шықса, рестораннан сатып алудың қажеті жоқ. Видеодан үйреніп аласыздар. Пюремізді морозильниктен шығардық. 35-40 минуттай тұрды. Енді кішкене бөлінеді деген ойдамыз. Ал көрейік. Бәрін пісіріп болдық, қызықты оқиға болды. Кішігірім түсіндіріп өтейін. Мынау бірінші пісіргеніміз, өздеріңіз көріп тұрғандай, әртүрлі формада, даже осындайда түрі шығып кетті. Ал мынау екінші пісіргеніміз, бұл жерде формаға мән бердік, бірақ күйдіріп алдық, формаға мән береміз деп. Ал мынау үшіншісі более-менее шықты, қатты күйген жоқ, и формасы да әдемірек шықты. Бірақ наусақты емес, соның өзінде. Бұл менің ең бірінші жасаған челленджім еді, жапондық фриді дәл осындай күйде үй жағдайында пісіру. Челлендж орындалды, бірақ ойдағыдай шыққан жоқ. Сонда да комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Меніңше нормально шықты деген ойдам, бірақ енді ресторандағыдай бола алмады, өкінішке орай. Бірақ ресторандағыдай шығаруға болады. Екінші рет, үшінші рет қайталайтын болсақ. Егер де повтор керек болса, жазыңыздар. Ал келесі видеоға қандай нәрсе түсірсем болады, қандай тағам түсірсем болады, оны да ойларыңызды жазыңыздар. Бәрі жақсы болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жарайсың деген белгі, комментарийға өздеріңіз ойларыңызды міндетті түрде болды.